Адамзат тарихындағы ең үлкен геноцидтердің бірін ұйымдастырған тиран Адольф Гитлер демократиялық елде қалай билікке келді? Оқиға Бірінші дүниежүзілік соғыстың соңында басталды. 1918 жылы одақтастардың сәтті алға басуынан Германия соғысты ұта алмайтынын түсінді де, соғысты аяқтау туралы келісімге қол қойды. Оның империялық үкіметі құлағанда азаматтық толқулар мен жұмысшылар ереуілдері бүкіл халыққа тарады. Коммунистік төңкерістен қорқып, ірі партиялар бірігіп, парламенттік Веймар республикасын құру арқылы көтерілістерді басуға кірісті. Жаңа үкіметтің алғашқы міндеттерінің бірі одақтастармен қабылданған бейбітшілік келісімін орындау болды. Жерінің оннан бірінен айырылып, армиясының бөлшектенуіне қоса, Германия соғысқа толық жауапкершілік алуға және өзі де әлсіреп тұрған экономикасын одан әрі құлдырата отырып, төлемақы төлеуге мәжбүр болды. Мұның бәрі көптеген ұлтшылдар мен ардагерлермен қатты сыналды. Олардың сенімі бойынша наразы топ армияға опасыздық жасамағанда соғысты жеңуге болатын еді. Гитлердің санасына осы көзқарас сіңгені соншалықты, оның фанатизмі мен параноидтық иллюзиялары бар кінәні еврейлерге жабуға итермеледі. Оның сөздері қоғамдағы үлкен антисемиттік топ ішінде қолдау тапты. Ал бұл уақытта жүздеген мың еврейлер неміс қоғамына кіріп болған еді. Дегенмен көп санды немістер оларды жат адамдар ретінде қабылдады. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін еврейлердің табысты болуы оларды бүлікшілік қызмет, әскери алып-сатарлық секілді негізсіз айыптарға қалдырды. Бұл теорияларды тудырған нақты фактар емес, қорқыныш, үрей, ашу, ыза мен фанатизм. Дегенмен Гитлер оларды өз пайдасы үшін қолдана білді. Ол кішігірім ұлтшыл саяси партияға қосылған кезде оның айла-шарғымен сөйлеген сөзі оны басқарушылар тобына бірден шығарды. Кірісті барған сайын көбірек аудитория жинай бастады. Антисемитизмді халық наразылығымен үйлестіре отырып, нацистер коммунизмді де, капитализмді де, Германияны жоюды көздеген. Алғашында нацистік партия көп сұранысқа ие емес еді. Үкіметті құлату жоспары сәтсіз аяқталғаннан кейін партияға тыйым салынып, Гитлер сатқын ретінде түрмеге отырғызылды. Бірақ ол бір жылдан кейін бостандыққа шыға салып, бүліктік қозғалысын қалпына келтіре бастады. Ал одан кейін 1929 жылы ұлы депрессия болды. Америкалық банктер Германиядан несиелерін қайтарып алды да, онсыз да қиын жағдайда тұрған неміс экономикасы бір түнде құлдырап кетті. Гитлер халықтың ашуын пайдаланып, Германияның бұрынғы күшін қалпына келтіруге уәде бере отырып, халықты айласымен қармағына түсірді. Басты партиялар дағдарысты жеңе алмайтыны анық еді. Ал солшыл оппозиция тобы ішкі қақтығыстары салдарынан талан-таражға түсіп жатқан. Сондықтан да ашуға булыққан халық нацистерге қосылып, олардың парламенттік дауысын небәрі 2 жыл ішінде 3%-дан 18%-ға дейін көтерді. 1932 жылы Гитлер президенттікке үміткер болғанымен сайлауда соғыс қаһарманы генерал фон Хинденбургке жеңіске жетті. Бірақ та 36% дауыспен Гитлер өзінің қаншалықты қолдауы бар екендігін көрсетті. Келесі жылы Хинденбургті оның ақылшылары мен бизнес көшбасшылары Гитлерді канцлер етіп тағайындауға көндірді. Олардың мақсаты Гитлердің танымалдылығын өз мақсаттарында пайдалану еді. Канцлер парламенттің әкімшілік басшысы ғана болса да, Гитлер өз билігін мүлтіксіз кеңейте берді. Осы уақытта оның қолдаушылары әскерилендірілген топтар құрып, көшелерде наразылық білдірушілермен соғысып жатты. Гитлер коммунистік көтерілістерді үрейге айналдырып, халық ішінде тек ол ғана заң мен тәртіпті қалпына келтіре алады деген сенім таратты. Кейін 1933 жылы жас жұмысшы парламент ғимаратына от қойған үшін сотталды. Гитлер бұл орайды пайдаланып, үкіметті оған төтенше әскер шебін беруге көндірді. Бірнеше айдың ішінде-ақ баспасөз бостандығы жойылып, басқа партиялар таратылып, еврейлерге қарсы заңдар қабылданды. Гитлердің бұрынғы радикалды қолдаушыларының көпшілігі мен потенциалды қарсыластары тұтқындалып жазаланды. 1934 жылы тамызда президент Хинденбург көз жұмғанда жаңа сайлау болмайтыны анық болды. Бір таң қаларлығы, Гитлердің алғашқы шараларының көпшілігі жаппай репрессияны қажет етпеді. Оның сөздері халықтың қорқынышы мен ашуын нацистік партияны қолдауға бағыттады. Әр қашанда халықпен бір ойда болғысы келетін бизнесмендер мен зиялы қауым да Гитлерді қолдай бастады. Олар өздерін және қауымдастарын
Гитлердің экстремалды сөйлеу мәнері тек шоу үшін екеніне сендірді. Ондаған жылдардан кейін Гитлердің билікке шығу жолы ашуға буынған тобыр мен олардың ашуын қайрай алатын көшбасшының алдында демократиялық институттардың қаншалықты әлсіз екеніне дәлел болып қала берді.